Жалаңтөс батыр жоңғар шапқыншылығы кезінде Қанжығалы қарт Бөгенбайдың сенімді серіктестерінің бірі болған. Бөгенбай батыр Жалаңтөстің туған нағашысы болып келеді. Бабамыздың барлық ерлігінің шығуына нағашысының да ықпалы болғанға ұқсайды. Жалаңтөс батыр Сарысу бойындағы Балқаш көлі мен Қарағанды маңында, Шу, Аягөз, Қарқаралы, Баянауыл төңірегінде болған шайқастарға Қаракесектен шыққан Керней Жарылғап, Әлтеке Жидебай, Қарашор Сеңкібай батырлармен бірге қатысқан. Олжабай, Жасыбай, Көшет батырлармен жақсы дос болған. Батырдың құрметіне қойылған Баянауылда Жалаңтөс асуы деген жер аты бар. Қарағанды маңында болған бір үлкен шайқаста батырдың көзіне садақтың жебесі келіп қадалып, содан былайғы уақытта Соқыр батыр атанып кеткен екен. Көзге келіп қадалған жебені суырып алуға жанындағы серіктерінің бірде-біреуінің жүрегі дауаламай, батылдары бармаған соң, өзі қос қолдап жұлып алып, шайқас болған жердегі өзен суына лақтырып жібереді. Содан бастап ол өзен Соқыр өзені аталып кетеді. Сол жолы Жалаңтөс батыр Қарағанды маңын жоңғарлардан толық азат етіп, өзі Нұраның бір саласы болып саналатын Соқыр өзенінің бойынан жаз жайлауын сайлайды. Ол жер бертінге дейін Соқырдың Сораң аталып келді. Кейіннен ол жерге Саран қаласы орын тепті. Саран деген сөздің өзі Сораңның орысшаға бейімделген түрі. Ал батырдың қыстауы Балқаш көлінің теріскейіндегі Тоқырауын мен Жамшы өзендерінің аралығындағы Қызылтас, Қарақозы, Майтас деген таулардың маңы. Қызылтасты жергілікті халық күні бүгінге дейін Жалаңтөстің Қызылтас деп атайды. Сол маңда Жалаңтөстің үш қорығы деген жер атауы да сақталған. Батырдың бейіті Қарағанды қаласында Соқыр өзенінің бойындағы Соқыр басы деп аталатын төбеде. Осы шайқаста жеңіске жеткен батыр ағып түскен көзінің құнына өзіне садақ атқан Қалмақ батырының жалғыз қарындасын және екі құла айғырын алып қайтады. Сол құла айғырларға байланысты Құлайғыр деген жер атауы сақталып қалған. Ал жаңағы Қалмақ батырының жалғыз қарындасы батыр бабамыздың үшінші әйелі болып босағасына келген. Ол анамыздың аты Ақсұлу. Жалпы Жалаңтөс батыр үш әйел алған адам. Біріншісі Тобықты Жуантаяқ Шортан дегеннің қызы, есімі Жібек. Екіншісі Қаздауысты Қазбек бидің қызы Маңқан. Үшіншісі алдында айтып өткен Қалмақ батырының жалғыз қарындасы Ақсұлу. Осы үш анамыздың азан шақырып қойған есімдері басқаша болған деген әңгіме айтылады. Бұл есімдерді бабамыздың өзі қойған деген аңыз бар. Жалаңтөс батыр тарихи тұлға ретінде айтылып жүргенімен, есімі ескерілмей келе жатқан батыр. Сүйегі Қарағанды қаласының дәл іргесінде жатқанымен және көрсеткен ерліктері осы қала орналасқан жердің тарихымен байланысты болғанымен, батырдың құрметіне облыс орталығынан не көшенің аты, не шағын ауданның аты берілген емес. Қуандық Сәденов, батырдың ұрпағы.